Өнердің адамы өнерге бір күнде келмейді, бір күнге келмейді. Мәңгіліктің қосын жығып бірақ келеді. Армысыздар асыл ағайын, ән ғұмыр, тербет ағылым атты ән кешіне қош келдіңіздер. Көне тарихтың күрең күткен күндерін бауырына бүркеп, құзар шыңдарын ғасырлар қашап таңба басқан оңтүстік өлкесінің қай шетіне жүрсең де, ықылым заманның небір шежірелерінен сыр шертіп, тарихы толғатқалы тұр. Әрине оны айтқызуға екінің бірінің шама-шарқы жете бермесі хақ. 17 ғасыр мен 20 ғасырдың топалаңдарында жоңғар шапқыншылығы және қызыл саясаттың кесірінен жазықсыз қырылып, жер ауған, жапа шеккен бабаларымыздың заманында ақиқаттың беті тұманданып, саясат найзасының екі басын ұштап, бір басын халыққа батырып, келесі басымен мол байлықты жан-жаққа лақтырып жатты. Байлығымыздың бірі саналған Тайқазан да Эрмитаждан бірақ шығып, қақпақпен кетіп, қақпақсыз қайтты. Тайқазан кетсе де, Жайқазанда жыр қайнатып, өткеннің аманатын бүгінге жеткізген бабаларымыздың асыл өнерін бүгін дәл осы сахнада сіздерге жеткізетін боламыз. Ендеше бүгінгі сахнада өнер көрсететін өнерпаздарды сіздерді құрмет қошеметтеріңізбенен сахна төріне шақырамыз. Шығысы Қаратау, батысы Тамды, оңтүстігі Қазығұрт тауының етегінен, Қызылқұмды жағалай, Жаңақорғанға дейінгі аймақта небір елге белгілі дүлдүлдер мен бұлбұлдардың өткен ақиқат. Әнші өлсе де ән өлмейді, оған дәлел халық әндері. Авторы белгісіз болса да, сан ғасырларды артқа тастап, әні бүгінге жетті. Осы орайда оңтүстік өңірінің әндерін жинақтауда Райымқұл Темірбаевтың еңбегін ерекше атасақ болады. Ауыл-ауданды аралап, елдің ішінен 100-ден аса әндерді жазып, нотаға түсірді. Райымқұл Темірбаевтың еңбегінен бізге жеткен халық әндерінің бірі «Жастық дәурен» өтеді. Орындайтын республикалық байқаулардың лауреаты, әнші, термеші Ербол Халмұрзаев. Желбір
Сөйлеспедім өзіңмен шығып шекті еркеме. Қайсы берен айтайын, әй сәулем, енді кете барасың, тұрмай септі еркем. Ақ көйлектің етегі желбір-желбіреді, заманымды ойнада гүл жастық дәурен өтеді. Заманымды ойнада гүл жастық дәурен өтеді. Армысыздар, құрметті ағайын, кешке жиналған қауым. Келесі кезекте тағы бір орындап берейін Құтбай Дұрбаев ақынның бір ән орындап берейін, шығу тарихынан бір қысқа сағын мағлұмат беріп жіберсем. Құтбай Дұрбаев Қарақалпақ еліне Адаев Ермекбай деген ағамызбен бірге кететкен, сол елде жүріп жаңа елдің ықыласына бөленіп үлкен бір жиын ортаға түсіп қалса керек. Сонда ән айтыпты, күй айтты, Арқаның Жетісудың біраз жердің әндерін айтқан, өз күйші болған үлкен тұлға, өнерпаз болған ғой. Сонда сол жергілікті Қарақалпақ халқы Құтбай Дұрбаевты Құтбай ақынның өзінің әндерінен болмады ғой деп қолға салған екен. Сонда Құтбай ақын табанда өзі ән шығарып, Сәкен Сейфуллиннің Қалқа деген өлеңіне Қалқа деген ән шығарып, сол қабылыңызда Қалқаны мақтама, анық төс ақтама, ұранымен қолаң шаш, сұлудай құшанмай. Қараймен қасыңа, жібектей шашыңа, тестерің ұқсайды ақ мөрмөр тасыңдай. Кел жаным қасыма, қолайын ашыңа, бар дүние тең келмес, жалғыз бер басыңа. Алтанған сөзіңнен, от жанған жүзіңнен, өлдіріп қараған айналдым көзіңнен. Өлдіріп қараған айналдым көзіңнен. Бал беріп сөзіңмен, от жанған жүзіңнен, жұмақтай бір қыздай тең келмес сөзіңе. Сен бір шоқ қызыл гүл, қонған келмен бұлбұл, бұлбұл құс гүлді ашып сүйгенім өзіңе. Бұлбұл құс гүлді ашып сүйгенім өзіңе. Құрап көрпе тіккендей сөзімізді түрлендіріп, қызыл тілді қыздырып, қоңыр әңгімені қозғата терме сөздің торсығын жазсақ. Майлықожа Құлыншақ бабамыздан бастау алған бұл өнер қазіргі заман ақындарымен жалғасын тауып, бүгінгі заманның өзекті мәселелерін терме сөзбен жеткізіп, бұрынғы бабаларымыздың өзі болмаса да көзі болып, әуенмен сазын қатар үйлестіріп, елдің жұдырықтай жүрегін елжіреткен Карима Оралова әпкеміздің сөзіне жазылған Мұхтар Құраловтың мақамы
не нәрсе өмір деген орындайды облыстық Шәмші Қалдаяқов атындағы филармонияның әншісі Бекзат Сәкенұлы. Қарсы алыңыздар. Не нәрсе өмір деген жақсы адамға жақсы адам төрін берген, алдағы алданыш өмір не сыйларын айнадан мың қарасаң көрінбеген. Сондықтан да ертеңге жоспар жасап қарама болады деп сенімменен, еккенін күтіп жүрген шықпай қалып шығады күтпегеннен егілмеген. Мүлік жима біртіндеп санап бәрін, артық болмас ел үшін таратқаның. Біреу ерте біреу кеш тұрған менен, бұйыртқаны болады ау жаратқаның. Біреу ерте біреу кеш тұрған менен, бұйыртқаны болады ау жаратқаның. Үлкенді сыйлап бақын шаман келсе, мен айтқанмен болмайды санаңмен жай. 30-40-50-ді сен де бір күн басарсың, құтты болып қалам келсе. 30-ыңда ақсақал мәз боларсың, айналайын ағиып балам десе. Ол да сенің бір парыз өтегенің, немересін ақ шашты анаң көрсе. Өзендегі өлшеулі жаярыстар, қарияға қарасаң аяныш бар. Намыстанба жүре алмай қалса болар, кезің келер сенің де таяқ ұстар. Намыстанба жүре алмай қалса болар, кезің келер сенің де таяқ ұстар. Кішіге жөн сілтей біл айтып ақыл, барлығын тәрбиелі жолға шақыр. Көзің ашсаң бұлақтың кәусар Құдайда ол ісіңді көрер мақұл. Қуанарсың тұлғалы інің болса, қарындасың түзетеді мінің болсай. Бұдан асқан бақыттың керегіне, осы екен құрметтеп тіліңді алсай. Ер жетеді бірақ сәт тасқандай, ақылыңды айтанын басқа кімге. Арыстан боп аспаннан ешкім түспес, ұмытпағын өзіңнің жас шаңдай. Арыстан боп аспаннан ешкім түспес, ұмытпағын өзіңнің жас шаңдай. Ынтамен барлық іске кірісіңіз, бақ дәулет әкеледі бұл ісіңіз. Терлеп тапқан байлыққа қиналмаңыз, еңбекпен кеңейеді тынысыңыз. Ағайын айтқанымды есте сақтап, ақыл сөзді айтамыз кім үшін біз. Ақылменен аттасаң әр қадамды ол кемерінен тасиды ырысыңыз. Ұрлағанмен болмайды теңге тамақ, кеткенден соң бойымызға демде тарап. Есеп берер бәріне кез келген дол, қалмағайсыз әйтеуір жерге қарап. Жақсы ісіңді жайсаңдар үлкетеді, тағдыр бесік тектіні тербетеді ой. Өмір деген осынау аз ғұмырдай, сіз бізді ізіп жүргенге не жетеді. Өмір деген осынау аз ғұмырдай, сіз бізді ізіп жүргенге не жетеді ау. Бетеге кетсе бел қалар, бектер кетсе ел қалар, берекең кетсе дем қалар деп Бұхар бабамыз айтқандай,
халқымызға береке бірлік тілей отырып, сазды кешімізді әрмен қарап жалғастырамыз. Терме, жыр, жыраулық дәстүр қазақпен әу бастан бірге келе жатқан өнер. Абылай ханды айтсақ, Бұхар жырау қасында, Кенесарыны айтсақ, Доспамбет жырау қасында тұратыны көпке айын. Қазіргі жаһандану заманында асыл қазынамыз ескерусіз қалып қояма деген үрейді жоқ емес. Көнеден жаңаға, бабадан балаға жалғасқан саф алтындай таза өнерді құрмет қылып келіп жатқан ардақты әлеумет, біз сахна төріне Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының түлегі Шынболат Бақытжанды шақырамыз. Оңтүстік өңірінің қалаға мен Әзіткүл қалаларыңызға. Тербе маржан жыры бабамның, ақыл көзі, нақыл сөзі данамның, сенде жатыр ұлылығы ұлтымның, шежіресі мына ұлы даламның. Текті сөздің төресі терме болса, жүрекке түскен сәуледей нұрлы сөзді Шәмшіқалдай апатындағы облыстық филармонияның әншісі, республикалық конкурстардың лауреаты Мағжан Әлденбаевтың орындауында Әбдінасыр Абдырайымовтың термесі «Тасынба көңілім, тасынба».
жеткен соң тұрмайды, сынбайын деген пиалау тасқа да түссе сынбайды, мезгіл жеткен құмыра құлпына түссе қирайды, мезгіл жеткен құмыра құлпына түссе қирайды. Ұяға шықса сұр жылан, құс біткендер жылайды, есетпейді деме саңырау жүрекпен ұлтау тыңдайды. Әр нәрсенің шегі бар, көп жесең тәтті ұлайды, үн шықпас демей бұл қалдан егілі мұнда жылайды, үн шықпас демей бұл қалдан егілі мұнда жылайды. Залыммен жолдас болсаңыз, кез боларсың асуға, ыңғайлап жүрер мылтықтың шүріппесін басуға. Жұрттың бәрін дос көрмей, дұшпан жүрер қасында, екі бұлбұл сайрамас бір отақтың басында. Бүгін бар дүние, ертең жоқ, тасыма көңілім тасынбай. Бүгін бар дүние, ертең жоқ, тасыма көңілім тасынбай. Өзің үшін еңбек етсең, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамшылықтың қарызы үшін еңбек етсең, Алланың сүйген құлы боласың деп Абай атамыз айтқандай, ел аралап, дала кезіп, оңтүстік өмірінің терме сазын жинақтап, нотаға түсіріп, оны кітапқа басып, осы өмірдің мектеп болып қалыптасуына өзіндік сүбелі үлесін қосып жүрген азамат. Терме сазы, нардай сазы, сырлы сырнай мұрасы атты еңбектердің авторы, мәдениет саласының үздігі Жақып Сыпатаев ағамызды сахна төріне шақырамыз. Армысыздар, құрметті өнерсүйер қауым. Бұл кештің мақсаты осы оңтүстіктің ән термесін қалыптастыру болып табылады. Ал енді өздеріңізге белгілі әр өңірдің өзіне жараса мектеп қалыптасты. Мәселен, Сыр өңірі, Арқа өңірі, Батыс өңірі, Жетісу өңірі. Міне осы өңірлердің ішінде біздің оңтүстіктің ән терме мектебі қалыптасып бой түзеп келеді. Оған міне дәлел, сіздер көріп жатсыздар, бірінші сахнада осы әндер орындалып жатыр. Бізден алдын бұл әндерді Райымқұл Темірбаев деген ақсақал бізге жинап жеткізді. Одан бері қарап Құралай Сәтмұхамбетов ағайым жинап берді. Одан мынау қала берді саз колледжі Шымкенттегі дәстүрлі бөлімнің жігіттері елдің ішінде іздеп жүріп, осы халық әндерін, халық термелерін жинақтап, оңтүстік ән әуендері деген бір еңбек шығардық. Бұл еңбекте сол ағаларымыздың, әпкелеріміздің бізге жинап келген әндерін аспапқа түсіріп, оның аспаптың орындалу, қағыс тәсілі, иірім, қайырымдардың барлығын келешек ұрпаққа үйретуде ұстаздарымызға оңтайлы болсын деген ниетпен өте бір барымызды салып шығардық. Бұған атсалысқан Шымкенттегі саз колледжінің дәстүрлі бөлімінің ұстаздары. Және осында Сүндет бауырымыз отыр, Әлімжан бауырымыз отыр. Осында қала берді іні бауырларымыздың барлығының еңбектері бар. Осыны айтқым келеді. Ал енді бізге аға болып жол көрсетіп жүрген ағаларымыз бар, өздеріңіз білесіздер, жақында біздің саз колледжімізге ғалым кісі келді. Серік Шабаев деген біздің ұстазымыз еді. Ұстазымыз болған. Сол кісінің қолдауымен алып сөздерін жазып осы бізге бағыт берген. Осыны да айтып өткім келеді. Және біздің философия ғылымдарының докторы Әбілқұл Әбуов ағамыздың біздерге бағыт сілтеп жол көрсетіп жүрген ағаларды бір айтқым келеді. Ал енді сахнаға шыққаннан кейін жастарға мен де бір терме орындап берейін, рұқсат болса. Арасында өнерпаздардың шабытына шабыт қосып, қол соғып, әуді құрыңыздар ағайындар.
Кенжеқұл Дәулетаевтың сөзіне жазылған Кеңес Әшібаевтың мақамы. Табиғат шебер жаралған, береді жанға шабыттық. Сызылған қайың айдың көлбеденде жырдың ағыттық. Өмірге есеңіз тындыр, өткізбе босқа уақыттық. Еңбектің таппай жемісін, таппайды адам бақытты. Еңбектің таппай жемісін, таппайды адам бақытты. Әкенің сөзі бәйтерек, ал талабын құлатпа. Адалдық ізгі ниетің жеткізер сені мұратқа. Қолыңдан келсең жәрдемді, ғаріпке бізде сұратма. Ақымақ адам жыласа, қайырлы істеу жұбатпа. Ақымақ адам жыласа, қайырлы істеу жұбатпа. Қолқылы жаман адамдар өзіне өзі қасқылап, сұғанақты қолдауру алмаса алдын астына. Жалғыздық жанды жайласа мейіріміңді тасқылар. Ойланбайсың істеген көзіңнің алдын жасқылар. Ойланбайсың істеген көзіңнің алдын жасқылар. Жақсыдан босқа даурықпай, алдымен артын шамалап. Қолынан келмесе күншілдер, сүрініп кетсең табалап. Зерделі жігіт өнердің айдың бір көлін жағалап. Қадір тұтылкен кішінің, елің ғой сені бағалап. Қадір тұтылкен кішінің, елің ғой сені бағалап. Сыр сандықты ашып қара сырласын. Сын пердені басып қара жырласын деп, басында Қаратаудың деп басылатын осы халық әні иісі қазақ жүрегінен орын алған еді. Осы әнді нақышына келтіріп шырқайтын оңтүстік өңіріміздегі дауылпаз өнерпаздың бірі, Шабыт ұлттық академиясының түлегі, республикалық байқаулардың лауреаты Тұрар Әлменовқа тізгінді берсек. көрме қалқажан сертім таяп. Сені көрсем жүремін, көңлім бай бәр бай. Тілегі бір жас болсақ екеуміз болмас ай бәрібай.
алмасаң жалыққа келеді жамай берем оян қалай. Шамаздай болмаса айналмайды шыназдан суасқаны мәдімай. Күнде бүйді тасымыз қоса алмайды, әнге шырқап берейін біраз ғана мәдімай. Қасыма сен алмасаң жалыққа келеді жамай берем оян талай. Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет. Жаңа тыңдаған әндеріміз халық әні оңтүстіктің осы жаңа ағамыз айтып өткен жаңа кітапқа нотасы түсті. Кейінгі ұрпаққа мына енді осы жігіттердің еңбегі, ағаларымыздың еңбегі бойын талдай деген ән болады ғой. Келесі кезекте орындалатын ән жаңағы Еркебұлан бауырымыз айтып өткен Қаратаудың басынан деп басылатын ән. Асындау Қаратаудың ей жусан деймін, бетінді жусан менен жігіттер бұсан деймін. Кешегей өтіп кеткен артынан жүрек мініп жігіттер бұсан деймін. Басында мимасы жоқ ей құлайынның, жігітке неге керек шіркін ай құрбайынның. Дүние ай ойлап тұрсам өмірге салайға көзім талдай шіркін ай қалай қалай. Салайға төзім талды шіркін ай қалай қалай. Келесі тыңдайтындарыңыз халық әні «Ойлан чөзім құдаша» деп аталады. Бұл ән менің әжем Тәжібай қызы Қалдықыздың орындауында бізге жетті. Әннің мектепаралық стильдік ерекшелігі осы өңірдің өзіне тән бояуы мен сазы бір-бірімен қабысып, кішкентай ғана әуен айтарлықтай шеберлікпен демді талап ететін әндеріміздің бірі. Сахна төріне республикалық байқаулардың лауреаты Дәурен Болысбаевты шақырамыз.
Құмарланған қашан туған қызыл гүлдей алаша жүрген жерім тамаша ойланшы өзің ей құлаша қызыл гүлдей алаша жүрген жерім тамаша ойланшы өзің ей құлаша Belbel balığım gelemişen ol malsır barın tağa gelmişim artmam arma desem ol karamaysın ol Ölen aytıp kömüşüm Kızıl güldey alaşa Türgün terim tamaşa Oylan çözün ey kulaşam Kızıl güldey alaşa Türgün terim tamaşa Oylan çözün ey kulaşam Oylan çözün ey kulaşam Кезінде Жаңақорған Шиелі өңірі Түркістан уалаятына қарады. Сол жердегі ақын, жыршы, жыраулардың көпшілігі осы оңтүстік өңірінде өнерін елге паш етіп, елдің ықыласына бөленіп жатты. Соның бірі Нартай бабамыз. Көптеген туындысы осы оңтүстік өңірден табылғаны тарихымыздан белгілі. Нартай бабамыздың қартайған шағындағы соңғы термелерінің бірі базарым тарқап барады деп аталады. Орындайтын республикалық байқаулардың лауреаты Байтенов Құнанбай ағамыз ортамызға шақырамыз. Дебеді жан болмаған қасқамаңдай аузыңнан шыққан сөзің шекер балдай шерміне шешенеді айтар сөзге жарқырап қараңғыдай жанған шоңдай уада деп жастық дәурен еске түссе Алпыстың асуында ойлап ойлай Жазира жастық шақтың сайран бары Аралап өтіп біз ауый бүгін қоймай Бәйшешек көктемдегі желгілдесе Қалмайды-ау мезгілінде ол да солмай Ұйыққа менің кемем тіреліп тұр Сарқылып шалқып атқаны суай болмай Баяғы 25-ім қайтып келсін Дәриғай жүзігедімей сырды бойлай Meni de еске алатын табылар жай Егерде табылмаса қалар маржай Артымда өлмейтіндей сөзім болса Менде бір жан болармын ей бағы жанға Ақту аспандағы әнді қостым Жырымнан жібек естім балбыраған Данабай сұлу сөздің шебереді Әсемін артылған жыры бір жан салдан
алашқа ағын болып ағышыққан әйгілі орта жүзде Тайжан ағам нартай деп бұл күндері кім білмейді желсіздің жүйрік атын қамшылаған Айта берсем тіл жетпес, сусап қалар тіл көмей. Әркімнің туған жері Мысыр шаһары. Оңтүстік өлке жылылығымен қоса Төле бидің өсиетін, бөлтірік Қылышбектің шешендік сөздерін, Майгөт, Құлыншақ, Майлықожа, Молда Мұса, Сұлтанбектің сүйек балықтар сұлу сөздерін тыңдап, Күдері қожа мен Ұлбикенің айтыстан сусыны қанған ел. Доғадай иілген Қаратау мен Қазғұрттың шатталдарында небір дүлдүлдердің үні, табанның ізі қалса да, киелі өңірдің мұрағаты толық жиналмай, жыр бұлақтарының тұмасы тазаланбай, қайраны қалыңдап ашылмай жатқан жасырын емес. Кейін келе табылған, көпшілік ести бермеген өңіріміздің халық әндерінің бірі Ақаужар деп аталады. Сахнада Оразәлі Жаңабай.
жанады майменен, екі жақсай қосып сайып күн туады байменен. Халелім сәулем 25, екі айнаным айдай, қайта келмес ағуай. Елім менен сабайға селім отар, қазадысы бежейден бір бұдрой гүлім ай. Ақсан тәуір өнерден тазасын ай, үлкен кіші сөзімге келіп отыр ой гүлім ай. Суағады сайменен, шам жанады майменен, екі жақсай қосылсай күн туады байменен. Халелім сәулем 25, екі айнаны байдай, қайта келмес ағуай. Халелім сәулем 25, екі айнаны байдай, қайта келмес ағуай. Осы жерден бүгінгі сазды кешімізге үтір қойып, сахна түрінде Түркістан облысының құрметті азаматы, қоғам қайраткері, Шымкент ардагерлер кеңесінің төрағасы Кенжехан Төлебаев ағамызды, және де Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, философия ғылымдарының докторы, профессор Әміреқұл Ергешұлы, және де Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, өнертанушы, әнші, термеші Сүндет Нұралиев ағаларымыз сахна төріне шақырамыз. Қайырлы кеш, құрметті өнерсүйер қауым. Бүгін осы сахнада өзімізге тән, ұлтымызға тән дәстүрлі ән күйді естіп, бір сусындап сусынымыз қанған сияқты болып отырмыз. Қалай қарайсыздар? Енді кейін кезде жасыратыны жоқ, өзімізге тән дәстүрлі әнімізді, өнерімізді ұмытылып баратқан жағдай да бар. Бүгінгі осы ұйымдастырып жатқан жігіттерге бүткіл халықтың атынан деп айтсақ болады, өнерсүйер қауымның атынан деп айтсақ болады, осындай кешті ұйымдастырып, өзімізге тән дәстүрлі ән күйді көрсетіп, тыңдатып отқанына ұйымдастырушы азаматтарға үлкен рахметімізді айтамыз. Әрине, бүгін кезде біздің ұлтымызға тән бұрынғы ән күйіміз ұмытылып бара жатыр. Ал енді кейін кезеңдерде мынау секіріп билейтін эстрада әншілері көп. Олардың көбі бізді алдап, фонограмма жасап, ән айтқандай болады. Оны көпшілік оны бүгінгі таңда түсініп отқан жағдайы бар. Ал бүгінгі тыңдап отқандарыңыздың бәрі тірі дауыста, шын үнде өзіміздің мақамымызға сәйкес айтылып отқан әндер деп түсінеміз. Ал енді бұлақ көрсең көзін аш демекші, біздің елімізде әлі де болса ескерілмей жүрген, ортамызға шақырылмай жүрген, ауыл-ауылда бұрыш-бұрышта жүрген қанша біздің азаматтарымыз бар. Домбыраманда жақсы өлең айтады, мандолманда жақсы өлең айтады, баянманда жақсы өлең айтатын небір азаматтарымыз бар. Сол себепті осыны бастаған азаматтардан менің өтінішім, тағы да болса ауыл-ауылды зерттеп, ауыл-ауылдан іздеп, осындай дәстүрлі ән күй айтатын азаматтарды ортаға шығарып, халыққа таныта білсек деген өтінішіміз бар. Енді біз жақсы көреміз, жақсы тыңдаймыз. Сол себепті өзіміздің өсіп келе жатқан өскелең жастарымызды осыған баулуымыз керек. Ол жаңағы батыстың немесе басқа да шығыстың мақамына айтып, солардың ән күйіне бейімдегеннен гөрі өзімізге тән, ұлтымызға тән осындай
осындай дәстүрлі әндерімізді балдарғадай үйретсек, тыңдатсақ деген мәселені, ол деген сөз өзіміздің ұлттық әдет ғұрпымызды ары қарай дамытамыз деген сөз. Мен осы жерде отырған ата-аналарды көп отқан байқап отырып, жас жігіттер, жас балдар отыр, осылардың, осы азаматтардың бәрін осыған шақырған болар едім. Сол себепті арамызда осындай дәстүрлі әнімізді, өнерімізді ұмытпайтын азаматтар көп болсын. Әрқашанда бүгінгі өнер көрсетіп отырған азаматтардың барлығына өнерлерін өрге өрлеп, шыңның биігінен көре берейік. Бұларға шығармашылық табыс тілеймін. Үлкен рахмет. Қадірлі бүгінгі өнер сүйіп келіп отырған құрметті аға буын алдындағы ағаларымыз, аналарымыз, бүгінгі кеште жақсы әуендерді естіп, жақсы тыңдап демалып отырсыздар. Осы жерде Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың бір сөзі бар: ұстазын ұмытқан тәңірінде ұмытады деген. Осы өнерпаздардың 50% менің шәкірттерім екен. Осы орындап отырған бүкіл бүгінгі халық әндері жаңа Жақып айтып кеткендей, осы оңтүстік ән әуендеріне нотаға түсірілді. Соған ұстаз келіңіз, біздің мынау кітабымыздың тұсаукесерін жасап жатырмыз. Осы кітап туралы, бүгінгі шырқалып жатқан әндер туралы қысқаша халыққа, елге насихаттасақ деген ниетпен сахнаға шығып тұрмын. Осы шәкірттеріміздің шақыруымен. Осы әуенде осыдан бір жаздың күні дәстүрлі әндер фестивалі өтті, республикалық. Сол дәстүрлі ән фестивалында үлкен бір тартыс болды. Егер болған болсаңыздар, оңтүстік, батыс және шығыс өңірлерінің мақамдарымен айтылған әуендерді кейбір облыстар біздің әуен деген сияқты сондай таластар болды. Сол кезде үлкен дөңгелек столда біз шештік, бұлардың барлығын нотаға түсіретін болсақ, бұрыннан да нотаға түсіріп келе жатқан, бірақ көбісі қалып қойған болатын. Соларды түсіретін болсақ, бұл оңтүстік, батыстық, шығыс демей-ақ, барлық қазақ халқы осы әндерді осы нота арқылы нотаға түсіргеннен кейін өз деңгейінде шырқалады деп сондай келісімге келгенбіз. Жаңа сүндетті бекерге шығарып отқан жоқ. Сүндет шәкіртім осы нотаға түсіріп отырған Жақып Сыпатай бүгінгі күнге дейін бір емес, жаңа айтып кеттік қой, саз колледжі деп, саз колледжінен 6 осындай еңбек шығып отыр. Ең бірінші, екінші еңбектерін өзім алғы сөздер жаздым. Мынау Мырзашөл өңірі мен Қаратау өңіріндегі шайғылардың нотаға түспей, бүкіл жаңағы айтып кеткен біздің ақындарымыздың жырлап жүрген осының көшейін түспеген ноталардың барлығын Жақып орнатып қойшының тағы да халыққа елге сондай бір қалсын деп әдемі нотаға түсіріп отыр. Ертең осы мектептен бастап колледж, жоғары оқу орындарында оқулық ретінде бұл еңбектердің бәрін пайдаланатын болады. Яғни бұл еңбектер тек қана бұл жерде емес, бүкіл қазақ елінде, шет елдерде шырқалатын болады. Мен айтарым, жаңағы саз колледжінде айтып кетті ғой, Жақыптың өзі 10 жылдай болды. Осы дәстүрлі әннің ашылып, бүкіл халыққа шәкірттер тәрбиелеп жатқанына. Яғни осы 10 жылдың ішінде 6 еңбек, осындай сахнада отырған біздің орындаушыларымыз 25-тей республикалық дәрежедегі лауреаттарды дайындады. Мен сіздердің аттарыңыздан, өзімнің атымнан осы бүгінгі өнерпаздарымызға үлкен алғысымды, рахметім айтқым келеді. Және осы филармонияның ұжымына, жарысы осы жерде филармонияда істейді, осы жерде және колледжде істейді. Солардың барлығына тек қана өмірде тек қана сәттілік тілемекшімін.
Алла өмірлеріңізге тек қана жақсылық берсін. Өзіңіздің осы өңірде оқып білім алған арамызда бүгін ғана осы арнайы шақыртумен бұрынғы институт культура дейміз, қазір Әуезов университетіне Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, композитор, сұлуым, қазақы дастарханнан мерекем сен әннің авторы, композитор Мария Ильясов келіп отыр. Мәке, орныңызды тұрыңыз. Сіздер ол дәстүрлі әннің өздеріңіз білесіздер, тек қана біздің Қазақстанда емес, Өзбекстанда, Түркияда қаншама халықтың көңілінен шығып жүр. Анамызды келіп отыр екен, Зибаш анамыз осындай ұлды дүниеге кетірген анамызға да үлкен алғысымды білдіремін. Барлықтарыңызға көп рахмет. Ал сіздер кезек өзіңізге. Ассалаумағалейкум ағайын. Ағаларымыздың, ғалым ағаларымыздың батасы кері қайтпайды ғой, ғалымның батасы дейді. Рахмет баталарыңызға. Мен тағы бір кішкене кезінде облысымызға Асқар Мырзахметов ағамыз келіп, Али Бектаев ағамыз идеологияны басқарды. Сол кезде осы Жақып бар, Әлімжан бар, бәріміз әйтір шабылып жүріп әйтір домбырамызды ертең жоғалтып аламыз деп, сол дәстүрлі мектеп аштырдық. Сол мектеп жалғасын тауып келе жатыр. Осы балдар дүние жүзінің бар жеріне барып келіп жатыр, Құда қаласа. Сіздердің құрметтеріңізге мен бір әу деп берейін. Енді осында құдаларым да отыр екен, көршілерім де отыр екен. Араға Сабыра деген қарындасымыз қосылу керек еді, көрінбеді. Мына жерде Наргенже қарындасымыз отыр, Айнұр қарындасымыз отыр, Мұрашыға. Шығып әудеңіздерге, халық сұрайды ғой. Өлеңді айт дегендей, тіл айтады. Тіліме қандай адам, мін айтады айқай босаған. Жерім кеңі егемен дау, бейбіт заман. Өлең дау біздер айтпай, кім айтады айқай босаған. Сол қолымда сағатым, оң қолыммен бұраймын. Ән тыңдаған халқымның денсаулығын айқай сұраймын. Өлеңменен ұл мен қыз ер жетеді ай. Көңіліңді жақсы өлең тербетеді айқай босаған. Өзің арнап жамағат өлең айттым. Әу деп қойсаң апырмай, нең кетеді айқай босаған. Қыз дегенім қызығым, бала деген бұзығым. Ол қыздарда ер жеткізіп, көрейік шай айқай қызығым. Қиын ба өлең деген ақындарға, өлең айт жас кезіңде, қапы қалмай қай босаған. Ел таны беріп жүріп, асың бардай, жер таны жеріп жүріп, атың бардай қай босаған. Тауда жүрген мал семіз, ойлай берсем ой теңіз, қайта айналып келер ме еді, шалқып жатқан айқай 18. Сол қолымда сағатым, оң қолыммен бұраймын. Осындағы әлеумет денсаулығын айқай сұраймын.
Ағайын жат болады алыс болса, жатта жақын болады таныс болса. Досыңда дұшпан түгілі табалайды, аяғың бір нәрседен шалыс болса деп. Шалақын жырласа, күрде заманмен бүгінгіні байланыстырып, қазақтың сөз өнері, өз өнері десе, қара сөздің қадірін біліп, қазіргі композиторлардың мақамына сөз жазып жүрген ақын Бекмұрат Анарбаевтың «Ағайынның арасы» атты термесі ел жүрегінен орын алды. Сазын бүгінгі орындаушы Ғабит Шырымбек өзі жазды. Ғабит Шырымбек сахна төріне шақырамыз. Ғабиттің бүгін туған күнін ардақтап ағайындап. Ассалаумағалейкум, амансыздар ма? Кеш құтты болсын. Жұрт едік жүрген жарасы бізге, шайтан азғырдап шамасы бізді. Ағайын кетті, алауыз болып, қардай көңілге қара сызылды. Ананың жолы баласы бұзды, бауырмалдықтың бағасы үзілді, ағайындықтың арасы үзілді. Айында хабар алмайтын болдық, жылында бір күн бармайтын болдық. Жатырда бірге жатқан бауырдың жанына бір түн қонбайтын болдық. Туыстың өзін талдайтын болдық, кедей мен байды таңдайтын болдық. Бетіне мақтап, сыртынан даттап, ағайынды алдайтын болды. Туралық қадай жүрмейтін болдық, тура бір жаудай тілдейтін болдық. Бірлігімізге сызат түскен соң, бір-бірімізге кірмейтін болдық. Сүрініп кетсек сүйеу бола алмай, күлетін болдық, күндейтін болдық. Тірлікте қашқан қадірімізді тірі жүргенде білмейтін болды. Мына қарабас қайғы аға мен іні араласпайды. Қазалы жиын тойда болмаса, қазан көтеріп тамақ аспайды. Жақыннан жақын алыстағаным жанымды мені ағайыныңнан ажырамашы, қатын кетпейді, бала қашпайды. Ағайыныңнан ажырамашы, қатын кетпейді, бала қашпайды. Сұлыстан жұрттың сәні кетеді, туысқандықтың мәні
кетеді араңды үзбей ағайыннан деп тәңірдің өзі әмір етеді тірлігің бекем бірлігің болса тілегіңді Алла қабыл етеді ағайын алай болды дегенше бәрі кетеді ағайын алай болды дегенше бәрі кетеді ой бәрі кетеді. Көзі қарақты көрермен осы сахнаны пайдаланып, өздеріңізге айтатын бір өтінішіміз, қазақтың қай топырағына барсаң да киі қонған, біз туып өскен өлкеде ақын жыршылардың болмауы мүмкін емес. Естіген білген композиторларыңыз болса айта отырыңыздар, сол бабамыздың әнін бүгінге жеткізуші деп. Оңтүстіктің ән тарихында сіздің де есіміңіз алтын әріптермен қалатын ақиқат. Ендеше ән кешімізді әрмен қарап, төрт аяғын ақаусыз басқан тұлпардай дүбір даланың сауырын тіліп, екпіні өзенін шайқап, сөз тізгінін қызыл желге ұстатып, асыл сөзден қорған соққан Майлықожа бабамыздың жақсы бір адам қартайса деген термесін республикалық байқаулардың лауреаты Руслан Ақылбек. Жақсы бір адам қартайса көкірегі қақ болар, жаман бір адам қартайса бықсып бір жанға от болар. Жақсы қария белгісі жанып бір тұрған жан болар, жаман қарияу белгісі қайраңда қалған сал болар. Әдепті өскен бозбала ырғалып өскен тал болар, әдепсіз өскен бозбала жүргенде жері тау болар. Жақсының ерсен қасына әдепті тәлім аларсың, төбенің шығып басына дәулет құс қонар басына. Өзіңде де кезек бар өлгенді көріп жасынды, сарқырар сулар саладан асыл сөз шығардан адам, жалған мақтан сөз шығар ақылды жарым шаладан. Жақсы боп сенің тумағың ата бірбеден анадан. Күшіңе көңілің сенбесе көтерме көктің салмағын, балтақсыз сойыл бос кеуде көтере шаршап қалмағын. Өз қадірің болмаса күлкі қып жүрер жан жағың, теңізіне малтығып суына кетпе барланып. Жасы бір болса балғаның қоғамдай болар жан жағы, жаман бір болса ялған үйіңнен кетпе жанжалы. Бала шаған отаның орнаған баужар бағың, өкінбесін өмірді бозын болып алғаның, өкінбесін өмірді бозын болып алғаның. Әр өңірдің өзіндік мектепаралық стильдік ерекшелігі болады. Енді оңтүстік өңірінің мектепаралық стильдік ерекшелігі әндерінің басым көпшілігі мажорлы, минорлы болып араласып отыруы.
және көптеген мектептерде кездесе бермейтін 4-5 басқыштардан әндердің басталуы, бір шумақта 4 жол болатын болса, әрбір 2 жолынан кейін қайырымның қайталанып отыратыны және бабаларымыздан көрген ілме қағыстардың кездесуі, бұл осы өңірдің өзіне тән стильдік ерекшелігі ағайындар. Ән түзелді тыңдаушы сен де түзел демей ме абай атамыз? Әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын тесері бар десе, халық қазынамыздың бірі майысып шай құйғаным қандай қызық деп аталады. Сахнада Шәмші Қалдаяқов атындағы филармонияның әншісі Алмасқожа Мұзафаров. Қазір тыңдайтындарыңыз Ташман Шекеровтың «Жақсыдан шығады» сөз атты термесі. Бүгінде 85-тің сеңгірінен асып, 90-ға таяған бұл ақсақал Құтбай ақынның көзін көрді. Арқада туған балапан өз жерінде тоңбайды, қанша бір дана болса да мектеп көрмей оңбайды деген. Құтбай ақынның мектебін бірден бір жеткізуші тұлға. Ендеше таңды таңғырып жырлайтын жыршы, жырау Ташман Шекеровтың «Жақсыдан шығады» сөз атты термесін Еркебұлан Құрасбектің орындауында қабыл алыңыздар. Жақсыдан шығады сөз, ақақай жан секілді, жарқырап атып тұрған таң секілді. Ойлайтын елдің қамын ерлерім көп, сәулесі көпке түскен шам секілді.
Ос белбеу қисық өкше жігіттер бар, киіздей қарпылмаған қам секілді. Көңіл ашып қолында жоқ жігіттер бар, дүниеге алып беру бар секілді. Аршын төс алмам ойын сұлулар бар, өзінің жолдасына пар секілді. Дүнияға келгеннен соң неге керек? Бір атақ шығармасақ нам секілді. Тасымас дәрия суы ақағы есел болмаса, ұзармас көктем гүлі жел болмаса, сарқарап аққан судың пайдасын не, жағалай жайлап жатқан ел болмаса, көк орай көктемде де сән болмайды, көк жусан бетегелі мол болмаса, атақты ағатаннан сауын болмас, ізінен еріп туған төл болмаса, сүмбілші сұлудың да сәні болмас, алдында әлдилеген ұл болмаса, базарға барған жігіт азар жейді, қалтада алып жұмсар пұл болмаса, текелеп тура тартып жүру қиын, сараман сарнап жатқан жол болмаса, ауылға әркім аға бола алмайды, өзінше ақыл есі мол болмаса, Бозторғай адамға кеп айналмайды, қаршыға ат жүгіртіп амалмаса, ер жігіттің топта бағасы кемегені, халқына айтқан сөзі шын болмаса қорытынды сөз Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, білім саласының үздігі. Осы өңірдің дәстүрлі ән класының алғаш ашылуына мұрындық болған ұлағатты ұстаз, Шымкент саз колледж директорының орынбасары Әлімжан Серікбаев ағамызға береміз. Қайырлы кеш, ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Ән серғауын бүгінгі мерекелі ән термеден толы тағылымы бол кешімізге қош келдіңіздер. Ең бастысы қазақтың өзінің әнін айтып, өзінің термесін айтып, бір үйдің баласындай болып, осындай бір әдемі кеш өткізіп отыру, ол көптен жүрген арман болатын. Енді жаңа бір балаларымыздың небір керемет тілектері, баталары әрине қабыл болсын, жігер беріп, мынау сахнада жүрген біздің қадірлі әріптестерімізге, үзеңгілес достарымызға тағы да бір серпін беріп жатыр. Бұдан да кең аудиторияда, бұдан да үлкен сарайларда, Құдай қаласа бұл жобаны, осы іс-шараны ары қарай жалғастырамыз деген ниеттер әлі алда бар. Жұмыстың жоспары көп, бірақ енді жұмыс болғаннан кейін оның басы-қасында сол алға қарай ілгерілеу үшін жүретін азаматтар болады. Жаңа осындағы айтылған азаматтардың баршасының еңбегі де шын теңіз, Құдайға шүкір. Ал енді тура осы сахнада өнер көрсетіп, осы сахнада ән салып жүрген кезімізде менің мына өнердегі әріптесім, алашқа белгілі мына Наргиз Серікбаева
Әлімжан Серікбаев екеуің ағалы інілісің ба, қарындасысың ба, туысқансың ба деген жоқ. Сондай бірге сахнаның төрінде жүрдік. Одан кейін мына ұстаздық салаға ұсыныс болғаннан кейін сахнада кішкене тоқтатыңқырап сол жұмысты алып баруға білек сыбана кіріскеніміз бар. Ең алғашқы кезде әрине бір кішкентай ғана класс болып ашылдық. Содан Алматыға қайта баруменен өнерлік ағаларымыз, Рамазан Станғазиев ағаларымыздың ол кездегі өзіміз оқыған қара шаңырақ консерваториядағы ұстаздармен ақылдасып, кеңесіп, оның құжаттамасы деген болады, басқа да толып жатқан шаруаларын қалай жоспарға қоямыз, қалай жолға қоямыз деп жүрген кезде бірге атсалысып бір адамның көп жерге дауыс жете бермейтін белгілі Жақып Сыпатаев бауырымыз келіп, өнер мектебіне бізге ауысып келіп, біргелесіп жұмысты бастағанбыз. Мен есімде 2013 жылы алғаш шәкірттерімізді республиканың көлемінде ән байқауларын алып баруға тура келді. Енді ұстаз болғаннан кейін кішкене еңбегіңді көрсетуің керек, бір дәлелдеуің керек деген сияқты. Міне соның алғашқы шәкірті болып, бізден қанатқан консерваторияға барып үлкен ұстаздардың алдынан тәлім алып ортамызға келіп ұстаздық жолменен қызметті бастаған бүгінгі кештің жүргізуші, осы дәстүрлі ән бөлімінің ең алғашқы бітіруші шәкірті осы Құрасбек Ергебұлы. Нәтижесін осы жігіттердің еңбегінен көріп жатқан шығарсыздар, көп мақтанбай-ақ қояйық. Ең басты баршаңызға рахмет, Алла разы болсын. Әлде болса жаңа айтылып жатқан ғылымменен ұштастыратын тұстары өте көп. Мына Әмірқұл ағамыздың өткендегі осы іс-шараның басқасында жүрген кезде бір қорытындылаған түйіндемемізде осы өңірде әлі де болса зерттеу институты құрылып, сонымен мынау әннің, өнердің, терменің шықпай жатқан дүние тірлік тіршіліктерін жолға қою мақсатында бір зерттеу институтын құрсақ деген бастаманы көтерген болатынбыз. Құдай қаласа сондай ғалым ағаларымыздың жол көрсетуіменен осы жұмыстар ары қарай да жалғасын табады деген ойдамыз. Ең бастысы осы ұйымдастырып жатқан жігіттерге, барлық азаматтарға Құдай қуат берсін. Баршаңызға рахмет әрине. Енді бір ән салайық, көп сөйлегеннен гөрі. Мынау енді осы еңбектерді атқарып жұмыстардың барысында байқағанымыз, оңтүстік өлкесінде әр ауданды бір мектеп қылып алуға болатын дүниелердің бар екенін көрдік. Мына көршілес жатқан сыр елінде Қармақшыға барсаңыз үлкен бір мектеп жатыр, Аралға барсаңыз бір мектеп жатыр, Қазалға барсаңыз бір мектеп жатыр деген сияқты біздің мына Қаратаудың беткейінде бір өзінше қалыптасқан мектеп жатыр. Саялы Сарғаш пен тау бөктерінде үлкен бір мектепте қалыптасқан, әлі болса зерттеу талап ететін. Мына былай қарай Жиделі Байсының өңіріменен асып өтіп, Мырзаның Бай шөл өлкесіне барсаңыз, ол жақта ар жағында Қызылқұммен астасып жатқан үлкен бір елді мекендерде орналасқан, орын алған кезінде болған өнерлер жатыр. Соның мен бір кішкентай ғана Қызылдан шыққан бір ақынның термесін орындап берейін. Зиядулла Призов деген бір ағамыз бар еді, өмірін өсіп кетті. Соның бір сәлем сөздің анасы деп айтылатын термесін мақам шығарып халыққа жеткізген Кеңес Әшірбаев ағамыз. Сәлем сөздің анасын орындап берейін. Ölümden derdeme selimday, Kirelin tağda balende, Ahınlar jırmen termegen tutkasın jumur elimde. Atadan kalgan asıl söz, yüzgüzgen örge kemengde, Köneden kalgan kiyi söz, den sağlık baylığı emülgey. Bul gaydan şıkkan tek jürme, Yesidim mala bu eminde. Tuğan jerim şun gorgan, Alıptar
талай шыңдалған ей әйгілі қасқыр ақынның шәкірті едім тыңдарман ағаны үлгі тұтып ем арманы биік шыңдардан едіден ізет көріп ем сүрінбей жүргені сындардан шаттығын шайқап ей көңілден алдыңға жүрмені көңілің біреуге мен де сүйеніш біреуге мен де сеніммін ақ көңіл болсаң ақ жарма ақ жаңбыр болып төгілген көшпелі құмдай құйындап өтерін сезген өмірдің тарихтың қозғап ей тереңін не деген ойдың керегін тілеулес болып жүреді кісіге тисе көмегің біреуге тисе зияның білерсің оның нелерін жеткізсем жыр мен арман жоқ тарихтың қиналу дерегін мұңлыдау жүрсем ей ойлана езекен деп ойлама көңілсіз күйде болады кей адам шалқар тойда да жаманның айтқан төсегін көңіліңе жақын ойға алма кісіге еткен көмекті қосағын тапқан олжамай қызылдан шыққан ей бөкеннен өлеңге кеште төселдім біріңе таныс болғанмен біріңе бөгде бөтенмін достыққа берік бекеммін армансыз менде болған ба армандап менде өтермін армансыз ей пенде болған ай армандап менде өтермін ей армандап менде өтермін тағы да бір ән ойымызға келіп қалдық рұқсат болады болса уақыттарыңызды алмай тағы да бір айтыла кетер термемен қатар халықтың әндері жиналғаны белгілі жаңа айтылып жатқан райымбек темірбаев ағамыздың өзінің перзенті осы қазығұрттағы үлкен бір білім ордасын оның ішіндегі музыкалық білім ордасын басқарады екен біз сол кісілермен байланыса келе ол кісінің әлі де болса жинақтаған бірақ жарыққа шығып үлгермеген нотасының бір шамасын бастаған 300-дей ән жинағын біз қазір қорымызға алып келдік. Сол жұмыстан атқаратын дүниелер бар. Кезінде Айғарагөз деген әнді Мәдина Ералиева әпкемізге Райымқұл Темірбаев ағамыздың өзі үйреткен екен деген деректер бар. Яғни ол Айғарагөз осы жақтың әні. Содан соң мынау мектеппе осы бөлімменен қатар ашылған кездегі тағы да бір үлкен дүние өзі басшы бола жүре кейін осы білім саласына қарай ауысқан мен бір азаматты айта кетем. Нөмірі 3-ші балалар эстетикалық саз мектебі деген бар, музыкалық мектеп. Осы қалада орын алған. Сол жерден алғаш болып дәстүрлі әннің табандап жүріп білім басқармасыменен ашқан осы кезіндегі Қаранан деген термен орындаушының алғашқысы Болат Әжібаев деген бауырымды көріп қуанып отырмын. Рахмет айтуға болады. Міне сол балаларды біздің алдымызда келіп тәлім алып, бізден мынау үлкен қара шәкіраттарға барып білім алып жатқаны ол осы жүйенің бір жолға түсіп келе жатқан арқашылар. Тағы да бір аталарымыздан үйренген бір ән бар. Осы жинаққа енді Сапарәлі Серікбаев деген атамыздың репертуарынан алдық. Ол кісіде бір 30 шақтан әндер бар екен, әлі де жинақталып жатыр. Сол кісінің өз аузынан үйренген Шегерай деген бір ән бар, сол әнді орындап берейін. Sizden
Енді қазақ қызы көктегі күн емес пе, жарқыраған айдың аппақ нұры емес пе, қазақтың қара көзді қыздарынсыз бұл дүние қараңғы бір түн емес пе деп Қадыр Мырзалықын қалай жырлап өткен. Енді осыншама бөріктілердің арасында бір көрікті сұлудың болмаған бізге сын ағайындар. Енді бүгін көрермен болып келіп жатқан Наргенже Серікбаева әпкеміз ортамызда тұрғанда сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен ортамызда шақырып жатырмыз. Әпкемізге бір қолға салып, мың күнге татитындай керемет отырыс болып жатыр ағайындар. Бір күніміз. Қошемет сыйлық қояды. Енді мен мынандай киімде шыққаным үшін сіздердің алдарыңызда бірінші кешірім сұрап алайын. Армысыздар, құрметті ағайын. Мен сахнаға шығамын деген ойда келген жоқпын, бірақ бүгін осындай филармония залында осындай керемет інілерім концерт беріп жатқаннан кейін қуанып, мен де осы сахнаға көрермен болып келіп қалдым. Ал енді мен үшін қуанытарлық жағдай, жаңа Әлімжан айтып жатыр ғой, біраз нәрсе ойда бар деп, бірақ сол Әлімжан мен осындағы Жақып Сыпатаев ағамыздың құлағына алтын сырға, осы інілеріміздің арасына қарагөз қыздарымызды да қосып бөріктерімен, дұрыс па? Ой, бір аңқытып бейсін, кәдімгі термелердің солай қоссақ деймін. Енді сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға тек ұл балдар дайындай бермей, қыз балдарды да дайындаңыздар. Кішкене шапалақ ұра тұрыңыздар, мен келтіріп алғанша. Енді мен негізі қай жерде болса да той қылып кеткенді жақсы көретін едім, аға. Бірақ Жақып ағамыз осы оңтүстіктің термесінен айтып берсейші дегеннен кейін, енді ей адамдар, тәтті тұрыңдар деген бір керемет әннен бастағымыз келіп тұр. Сосын Сүндет аға екеуміз бір соңын бітіріп той қылып жіберейік. Ей адамдар, тәтті болыңдар, бұл дүниеге бірақ келе жолың бар. Әрбір адам бұл дүниенің қонағы, қонақ болсаң дұрыс қонақ болыңдар. Әрбір адам бұл дүниенің
адам қарыздар дүниеге адам қылып әкелген аналар ғайып барлық адам қарыздар. Рахмет, Сәкеке. Біз енді жүрген жерімізді той қылып үйренгенбіз енді. Ал осы негізі осындағы көрермен болып отырып, жаңа көрермен болып отырсам, Сәкен Сүндет аға қайта шықсайшы, шықшайшы деп осы кісі негізі құптаған. Ал енді сіздер құрметтер. Рақым Балабиев деген Кентауда атамыз бар, композитор, ақын, әні Бекжігіт Сердәлінікі, Түркістандық ағамыздікі. Сол неге деген әнін орындап берейік. Сіздер орындап терезге. Ұнаған жер болса шапалақ ұрып айқайлап қосылып отырсаңыздар болады.
композиторлардың әндері және де міне қазір тыңдағандарыңыз жаңа заман композиторлардың әндері, жалпы оңтүстік өлкесінің әндерінің кішкене бір тырнақтың ұшындай бір бөлігін ғана тыңдадыңыздар десем, мен қателеспейтін шығармын ағайындар. Осыменен бүгінгі концерттік бағдарламамыз аяқталды. Басымыз аман, бауырымыз бүтін, төңірегіміз түгел болып, келесі кездескенше жақсылықты жолға айналайық.